Аха. Ал енді құрметті біздің осында бүгінгі қатысушыларымыз, бізде бүгін марапаттау қазақ тілінде жүргізе берейік, или орысша жүргіземіз ба? Оны өзіміз таңдайтын боламыз, емін еркін жүреміз. Мен ойлаймын, осы жердегілердің бәрі қазақ тілінде түсінеді. Орысша сөйлейтіндер орысша сөйлей берсін, орысша керек болатын болса, оларға тағы да орыс тілінде біз соны түсіндіріп беруге дайынбыз. Біздің әр апта сайын, әрбір сенбі сайын біздің жетістікке жеткен өзіміздің ақыл ой жаттықтырушылары, интеллект тренерлар бар. Ранг деген ашып жатырған. Ранг деген сөзіміз ол бірінші ранг, екінші ранг, үшінші ранг ашқан мына жерде өзіміздің біздің нағыз жеңімпаздар отыр. Өйткені олар өздері ғана өсіп дамымай, өзгелерге де осы жолды көрсетіп, басқалардың да бақытты, бай, қуатты болуына, дені сау болуына көмектесуге ниет қылған жандарды, жандырған, жүрек жандырған, осындай курсқа алып келген жандар. Сондықтан бірінші ранг, екінші ранг деп кім бар? Бірінші ранг, екінші ранг деген рангтер ашылады. Негізінде дейін 20 ранг бар бізде. Жаңағы бұл деген өсу, даму жолы, карате до дейді ғой, жаңа йога, барлық өмірлік жол. Біздің супер жамп адамдарға өзін өзі дамытуды, өзін өзі жақсартуды, өзімен өзін жұмыс істеуді мәңгілік деп танып, до деген сөз. Бұл жерде де қара поездар бар. Қазір осы ертеңнен бастап үлкен өзгерістер болайын деп жатыр. Біздерде клубтар болады, подписка болады. Және енді бұрын соңды болмаған, бұрын мұндай компания әлі жоқ. Осындай бүткіл әлемнің басын біріктіріп, өсу, даму жолын әр адамға жасына қарамай, жағдайына қарамай, біліміне қарамай, ешқандай біліміне қарамай, бөліп жармай, ми деген дүниенің біздің денеміздегі мүшеміздің өмір бойы қартаймайтындығын, ол мимен өзіміз дұрыс жұмыс істейтін болсақ, жаңа ғана бізде үлкен бір мастер-класс болды Владимир Викторович, ой мен сөздің қаншалықты адамға өміріне әсер ететіндігін. Адам өзі не қаласа соны болады. Оймен бірінші оймен болдырып алады, одан кейін оның өміріне келеді. Сондықтан да қазір ойды қадағалау ол өте маңызды. Тем более біздің қазіргі заманда, қазіргі міне технология дамып тұрған заманда ойымызды біз өте қадағалап саналыққа келуіміз керек. Көңіл күйімізді көтеріп үйренуіміз керек. Сөзімізді аңдып, қандай сөз айтып отырмыз, позитивный, негативный слова, соның бәріне мән беруіміз керек. Сол арқылы біз бірінші өзімізді жақсартамыз, өзіміздің отбасымызды жақсартамыз, өзіміздің өмірден қалағанымызды аламыз. Ең бастысы, құрметпен, мен үнемі курста да айтатын, кездесуде де айтатын, бірінші не қалайсыңдар, соны айтыңдаршы. Не керек сендерге, жандарыңа, өмірлеріңе, сендер бақытты болып қуанып жүру үшін не қалайсыңдар? Сол сұраққа жауап табыңдаршы. Сол сұраққа жауап беріп, соны жазып қойыңыздаршы. Сол қалағаныңыз сіздің болады. Бірінші табу керек. Маған не керек өзіме? Біреу айтады, көп ақша керек дейді. Иә, көп ақша керек сізге. Енді ми ажырата алмайды. Миға, жаңа біздің санамызға, түп санамызға, оларға айғақ керек, анық керек. Көп ақша болса, саған айтады ғой, Африкада ең көп ақшаны, бай адамдарды $5 көп ақша деп санайды екен. Сізге $5 керек болып тұр шығар, ол да көп ақша. 5 мың теңге керек болып тұрған шығар, ол да көп ақша. Ол да көп ақша. Сондықтан кез келген жаңағы өзіңнің арман мақсатыңды анықташы дейді. Саған не керек екенін. Соны анықтағаннан кейін уже сұрақ қоясың, сұраққа жауап бересің. Жауап алғаннан кейін сен ойыңды сол жаққа қарай бұра бастайсың. Әрине, оны жалғыз жүріп жасау мүмкін емес. Жалғыз жүріп адам өсіп даму мүмкін емес. Оған орта керек. Орта адамның бай, бақытты болуы, дені сау болуы, жақсы болуы 50%, 50% оның қоршаған ортасына байланысты. Орталарыңызға қараңыз. Айтады ғой, 4 адам, бай адаммен сен қарым-қатынас жасасаң, 5-ші болып сен бай болып кеткеніңді өзің байқамай қаласың дейді. 4 кедей адаммен, жылап еңіреп жүрген адаммен қарым-қатынас жасасаңыз, 5-ші болып сен сондай дәрежеге түсесің дейді. Өйткені ана соленый огурец деп соған келтіреді бізде. Солить етіп қоясың ғой огурцевқа, соленый огурцевқа, свежий огурцевті апарып салып жіберсең, біраздан кейін ол да соленый болып шыға келеді. Тура сондай. Біздің де ортамыз тәрбиелейді. Сондықтан бұл жерде өсемін, дамимын, өзім барлық күшімде, энергиямда, өзім бойымда,
мен өзімді өмірімді қалауымдай жасап аламын деген жандар келіп бірігіп қазір әлемде 76 мемлекетті біріктіріп отыр, 27 тілде жүргізіп жатыр. Біріктіріп сол бірігіп отырып қаншама адамның тағдыры өзгеріп жатыр, қаншама адамдар өзін өзі өлімнен құтқарып жатыр, қанша адамдар өзін өзін аурудан құтқарып жатыр. Күнде бізде академия победители дейді, көшбасшылар академиясында бізде бір жарты сағат, кейде 40 минут айтады, өздерінің историяларын, тарихтарын айтып беріп жатыр. Бүгінде керемет айтып беріп жатыр. Егер керек бұл жерде жаңадан келіп отырған болса, көп нәрсенің мән жайын білмей тұратын болсаңыздар, сізді шақырған адамдарыңызбен хабарласыңдар, соның жазбасын береді, записін береміз. Бұны біз көпшілікке таратпаймыз, сұраған адамдарға береміз. Сол жердегі адамдар, енді жан жақтан жинаған адамдар, қарапайым адамдар, солардың историяларын естисіздер де өздеріңіз таңғалатын боласыз. Мына менің өмірім өзім қолымда екен ғой. Мен өзім екен ғой бәрін жасап жүрген. Жақсылықтың да себебі өзім, жамандықтың да себебі өзім. Мен өз санамен жұмыс істемеген екенмін ғой деген түсінікке келеді. Ол сондай түсінік келгеннен кейін болды. Сіз бұл жолдан қайтпайсыз, бұл жолдан таймайсыз. Сондай жандардың бірі бүгінгі біздің жеңімпаздарымыз, өздері де келіп, аз уақыттың ішінде жүректерін жандырып, саналарын ашып, мына жолдың адал жол екендігін, нағыз адамға пайдасы бар жол екенін білдіріп, өздері де арттарынан жүректерді жандырып, адамдарды алып келіп осы жолға салу, ол екінің бірінен қолмайды, сондай қолынан келмейді. Сондай жандардың бірі біздің Күлипамыз қайда? Күлипамыз бірінші жаңа Күлипа бар екен, аға, жүзіңізді ашып отырсаңыз. Күлипа деген бізде Қырғызстаннан біздің серіктесіміз бірінші рангты ашып отыр. Ол кісінің наставнигі үшінші Жанагүл деген біздің тоже Ирсалиева деген Жанагүл, ол кісі үшінші рангты ашып отыр. Бүгін сол кісілерді құттықтаймыз. Сіздер өздеріңіздің историяларыңызды айтасыздар, өздеріңіздің не үшін сіздер үлкен бизнес алдыңыздар. Фаундер, ол миллиондап тұрады. Соған қалай сіздер Суперджампқа сендіңіздер? Қалай адамдарды жүректі жандырдыңыздар? Суперджамптан не алдыңыздар? Сол сұрақтарға жауап берсеңіздер, бұл жерде біз өзіміздің, сразу сіздерге айтып қояйын, өзіміздің курста біз деген амандасатын тәсілдеріміз бар, педагогикалық тәсілімізді пайдаланбаймыз, құрметтілер. Оны біз деген түсіндіріп барып, курсқа келген адамдарға түсіндіріп барып, сөздің, ойдың түсіндіріп барып, содан кейін барып өзара біз өзіміздің миымызды тәрбиелеу үшін амандасатын тәсіліміз бар. Бірақ мынандай кездесуде ол тәсілді біз айтпаймыз. Жаңадан келген адамдар түсінбей қалып жүрсе, ертең тағы да басқаша ойға кетіп қалуы мүмкін. Біздің ойымыз адамдарға түсінік беру, адамның өз тағдыры өз қолында, өз тағдырын өзінің қалағанындай ертегідей өзгертіп алам десе, өзгертіп алуға болады. Оған еш уақытта ерте емес, еш уақытта кеш емес. Соны түсіндіріп айту. Енді келесі сөзімізді осы жерде отырған, бірінші рангты ашып, үлкен жеңіске, жетістікке жеткен, келгеніне бір 2 айда, 3 айда болған жоқ шығар. Келе салып, сондай өзінің аз сөйлеп, көп әрекетін көрсетіп, үлкен бизнес алып, Анталияға бізге барып, жаңа осының основателі, осының қалаушысы Владимир Викторовичпен, біздің компанияның президенті Петр Силкамен кездесіп, және де жан жақтан әлемнен келген, қаншама әлемнен келген адамдардың интеллект тренерлермен қатысып, солардың сөйлеген сөздерін естіп, қазір де өзі жүрек жандырып келе жатқан дара, енді ерекше жан. Күлипа ханым, сізге сөз. Аха, сізге сөз береміз. Саламатсыздарбы? Мен угуп жатамбы? Көрбөй жатам өзүмдү. Сіз көрініп тұрсыз, естіп тұрсыз. Көрүп турамбы? Ийгилик менен достук ар качан биз менен бирге, бакыт менен байлык биздин тагдырыбыз. Мен Кыргызстандан болом. Атым Күлипа, фамилиям Жумашалиева. 55 жаштамын, бир кызым бар. Мен бактылуу энемин. Менин Суперджампка чакырган менин бир тууган эжем, өзү мыкты, сөзү даана, өзүнүн сөзүнө, күчүнө ишенген менин Жанагүл ханым чакырган. Жанагүл ханым мага айткан кезде сага Суперджамп жардам берет деди. Мен аны калай кабыл алдым? Сол айткан сөздөрүн өзүмчө жумус істей баштадым. Мен аны эч кимге айткан жокмун, бирок менде өзгөрүүлөр болуп жатты да, сол кезде мен ойлондум.
бул супер жамптын күчү экен деп өзүмдүн ден соолугума байланыштуу биринчи очередте мен биринчи кезеңде мен өзүм ден соолугуман пайда көрдүм. Анткени менде энергия көтөрүлдү. Анан данный момент өзүмдүн азыркы кездеги жумушуман резко секирик кылдым да, 2 уровень кылып, анан сетевой бизнесте 2 уровеньди жаап койдум. Анан ойлондум, бул кандай нерсе болду деп. Сол кезде менин сиңдимдин оорусу күчөп, сону давлениясы төмөндөп түшүп, нутрициологиянын бир нерсин кармап дарыланып жатканда мен аганы айттым. Сага да супер жамп жардам берет. Мен аны ухаживать этип атканмын го. И ошол кезде менде уверенность, күч пайда болуп, анын жакшы болуп кетерине мен күндө сөз айтып аттым. Аудио тренингдин мынай чекесин эле билем го, сонда да ошону айтып аттым. Анан мен бир күнү ага давлениясы түшүп, ана баскан кезде 40-60 эле үйдүн ичинде баса алат, анан далага чыкканда баса албайтын. Сол результатты алдык биз. Мен аны жанынан кармап, экөөбүз басабыз. Баскан кезде 3 күндөн кийин обливание жасайбыз, будь здоровду жазайбыз и жанагы күлкүнү жазайбыз. Башка упражнение деле жасабайбыз. Ошол кезде анын давлениясы 110го, ылдый жагы 70 болуп көтөрүлүп, ал күчүнө кирди. Бул аябай мени ишендирди. Сол кезде менин настроением жакшы болуп турган кезде Жанагүл ханым дагы чалды. Кандай сенде жылыш бар деп. Анан мен аган ушундай сүйүнчүлөдүм. Ой, супер жамп мага жардам берди десем, анда биз Анталияга барабыз деди. Анан маган айтты да, Анталияга барганда условия бар деди. Мен да барам дедим. Мен адамдарды көрөм. Мен дагы ушуну көрөйүн десем, условия бар деди. Ол эмне условия десем, фаундер алуу керек деди. А мен айттым, хорошо, мен фаундер алам дедим. Анан мен согон карай действие кыла баштадым, элдерге айта баштадым. Өзүм результат менен бөлүштүм. Мен сиңдимдин ооруганын элдин баары билет. Ну, это было онкология женский жактан. Бирок сону онкологияга барып кестирбей, ана өзүбүзчө лечение кылды да, натуропатия менен нутрициологдор. Но алар тоже добились успеха, но после того она себе не пришла. Тамактарды иче албай атканда, потом буну ичкенден кийин азыр баарын тамагын каалаганын ичет. Сол жумушту жасап кетти дагы. Азыр дагы ал мастерликти алды. Мен да силер менен бирге Ой, болом деди. кандай тамаша жетістіктер. Ал өзүнүн күчүнө ишенди, супер жампка аябай ишенди. Азыр мындай өзүнө ишенип, улам күнүгө обливание жасайт, 200 күлкүн жасайт. Анан мен жасаган нерселердин баарын жасайт. Мен да айтам, мен да болом силер менен деди. Анан экинчи результаты, мен күнүгө информация берем, тааныштарыма айтам, сүйлөйм, результаты менен бөлүшөм. Анан алдым жасадым дейм. Ошондо менин Турциядан өзүмдө мурда 8 жыл эмгек кылган, буга чейин мен өзүм частный бизнесим бар болчу, ошол главный технологум мага ишенди. Сол фаундерликти алам деп туруп азыр. Анан анын результаты аябай жакшы. Турцияда 10 жыл эмгектенип, мына 3 күн 4 күнүн ичинде ал өзүнүн ана ушулакка чейин 10 жыл жашаса дагы результаты сонун болду. Ана бесплатный окууга кире алчу эмес экен. Ана бесплатный окууга анандай салон иштетет. Соган бесплатный окууга неме бериптир, сертификат бериптир. Ана визалары дагы сонун ачылып, ал өтө кубанычта. Ушундай жанып туруп азыр сол фаундерликке аттанып туруп, бүгүн Кудайым буйруса, ал болду фаундер. Ура, 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 ура. Міне Анан дагы қалайсыздар? Күлипа ханым, енді сұрақ қойып отырайық. Мына сіздерді құттықтаймыз өсулеріңізбен, дамуларыңызбен, сеніп келіп, азағы уақыттың ішіне анандай аурудан жазылып, енді мінекей сіздің енді скромныйсыңыз ғой. Басқа біреу да, айлайды тақиясына жоғары қарап, ура, мінекей супершам өстіп көмектесіп жатыр деп. Енді мына жерге келіп, ашылып соныңызды айтып жатқаныңызға алғысымыз шексіз. Азағы уақыттың ішінде өзіңізде қаншама жаңа жеңістерге, жетістіктерге жеткенсіз да. Тек қана сол күлкі жаттығуын жасап, тек қана осы біздің жаттығуларды жасап, соны ғана жасап, иә, ол жаттығулар ең мықты дәрі, ең мықты бады, ең мықты витамин. Мен ылғи да айтамын ғой, осы жаттығулар ол ішіңізде бәрі, ішімізде деп. Соны дәлелдеп беріп, сіздің бәсе тез жасап кеттіңіз ғой бәрін. Таңғалам, мен айтамын, Күлипа ханым деген аз сөйлейді, бірақ көп жасайды деген атаққа ие болғасын менің көзімше. Енді қазір мен сіздің историяңызды сұраған жоқ болатын, тарихыңызды сұраған жоқ болатын. Мінекей, не үшін сіз супержампқа ғашық болғаныңызды қазір мен көріп отырмын. Мен өте қатты қуанып отырмын. Өте қатты қуанып отырмын. менде Күлипа көп ханым, болду.
көп нерселер болду. Анын бардыгын супер жамптын таасири экенин мен эсепке албай жүргөн экем. Бирок сонун баары эсептесем мынагы кылынбаган жумуштар көп кой. Мен көп айтпайм, бирок мени билгендер сен айтат да, дал үстүнөн түштүң ғой дейт. Мына айтып турган нерсең бизге керек кой деп айтат. Азыр группа ачтым, курс ачтым. Бүгүн Жеңискүл ханым, Жанагүл ханым курста биз сояктан 2 адамга эми старт, бирөөсү фаундер деп турат. Кызыгып Вау, вау, мінекей. сондай Мақтан результат тұтары болуп бұл жатыр кісілердің. алар. Вообще Күлпа, өзүм да таң калып турмун. Эне сизге да ыраазымын. қуаныштымын мен, сіз үшін қуаныштымын. Күлпа ханым, сіздің тәлімгерлеріңіздің мықтылығы ол енді. Сіздің Да, непосредственно тәлімгеріңіз туған апайыңыз болады, иә? да, да, Жанагүлді құттықтап қоямыз. Жанагүлдің жоғары жағында отырған өте сый құрметке бөленген, бүткіл ассоциация сыйлайтын, бүткіл ассоциация құрметтейтін әлемнің анасы болған Жеңіскүл ханымды құттықтап қойғым келеді. Сол да. кісі де еңбегі зор, ол кісінің де тілегі зор. Осы барлық халық, барлық қазақ, барлық қырғыз, қырғыз қазақ деп бөлмей, барлық адам бәрі саналыққа келіп, осы супержамп барлық сен отбасына кірсін деген ол кісіде ақ тілек бар. Оның жоғар жағында отырған, өзі де бойынан өткізген, көзін жеткізген, көп нәрсеге сенбейтін, бәрін керемет тексеріп жүретін, сондай өте осторожный адам болып жүрген, бірақ супержамптың мықты екенін көзі жетіп, өзі тез алтыншы рангке аттап деген бір аз уақыттың ішінде жоғары шығып кеткен, талай адамның жүрегін жандырып, талай адамның ауру сырқауына. Мен айтайын, Гүлнар деген біздің Жамбатыр бар, нағыз чемпион, нағыз біздің жеңімпазымыз. Сізді де шын жүрекпен құттықтаймын. Бұл кісі мінекей онкология деген сөзді айтып отырсыздар. Сондай аурудың тоқтатып, қорқып тұрған, ойбай өлем-ау деген адамдардың бәрін бетін бері қаратып, бәрін сол неден жұлып алды десем болады, аурудан да, өлімнен де жұлып алып, қазір ол кісілер қатты алғыстарын айтып жүр бұл кісіге. Алғыстарын айтып жүр. Мінекей, біздің супержамптың күші сенген адамға, өзіне сенген адамға, кез келген адамға көмектеседі. Өйткені біз бәріміз басымыздан өткіздік. Бәріміз оны, мен де оңай адам емес, мен де қатып қалған адам, мен адвокат болып істеген, маған дәлелдеме керек болды, доказательство керек болды. Мен де осы жаттығуды жасап, өзім өмірімдегі болған көптеген мәселенің шешімін тауып алғаннан кейін, көзім жеткеннен кейін кез келген адамға көмектесетін болғандықтан, мен адвокаттық жұмысымды тастап, осы жерге келіп, осыны даусым жеткенше жүректен жүрекке жеткіземін деп шешім қабылдаған адаммын. Сондықтан да біз бәріміз бекер келген жоқпыз. Бекер миллиондап ақшамызды лақтырған жоқпыз. Біз өзіміздің денсаулығымызға, өзіміздің болашағымызға, тек қана өзіміздің болашағымыз емес, балаларымыздың, ұрпақтарымыздың болашағына, солардың өмірінің жақсы болуына, солардың денсаулығының мықты болуына, солардың психологически денсаулықтарының мықты болуына үлесімізді қосамыз деген бәрімізде ұлы тілектеріміз бар. Күлипа ханым, сіздің сөзіңізді бөлгеніңізге кешірім сұраймын, бірақ қатты қуанғаннан соны айтқым келді. Сізге өте қуаныштымын. Өсіңіз, дамыңыз, жан-жағыңа қарамаңыз, алды-артыңызға қарамаңыз. Ойбай, мен Жеңіскүл ханым қалып қалыпты ғой артта деп, өйтіп айтпаңыз, сөйтіп айтамыз деп көп адамдар өздерін-өздері тежеп қалады. Еш уақытта өздеріңіз тежемеңіздер. Тек вперед, тек алға. Біз наставниктер тек қана қуанамыз сіздердің жетістіктеріңіз. Өйткені бақытты, бай, қуатты адамдардың саны көбейіп жатыр. Сіздер өздеріңіздің сондай тіршіліктеріңіз. Сіз бірден курс бастап кеттіңіз. Ол уже екінші рет тағы да қуантып отырсыз. Сіз деген тек қана қуаныш сыйлайтын адам екенсіз. Сізге алғысым шексіз. Айтатыныңыз болса қосып айтыңыз. Мен айтатын алқышым ошол өзүмдүн эжеме, Жанагүл ханымга чексиз алкышым, ыраазымын. Жеңискүл ханым, сиз дагы керемет адамсыз, керемет жансыз. Сиздин знанияңыздан алып, эмгегиңиз зор. Сиздин ар бир айткан сөзүңүздүн дааналыгы бар. Сиз факты менен да айтасыз, адамга жагымдуу сөз айтасыз. Гүлнар ханым, сиз дагы биздин бардык финансылык жактан көзүбүздү ачып, Супержамптын тереңдеп ширинасынын глубинасын түшүндүргөн сизге ыраазымын. Анан Салтанат ханым, өзүңүзгө чексиз ыраазымын. Сиздин ар бир айткан сөзүңүзгө мен жөнүндө айтып аткандай, башында сиз окууну баштаганда эле мен башкаларга көңүл бурган эмесмин. Сиздин айткан сөзүңүздүн баары мен өмүрүмдө болуп өткөн окуялардай болуп,
сезилип жатты. Ушул мага керек экен дедим. Сонда сиздин кругуңуздан калбай ар бир курсуңузга катышып жаттым. Сол жерде мен билим алдым, көзүм жетти. Мен көп адамдарга мындай курстарды берүүм керек экен дедим. Ушул чечимге сизге ыраазымын. Сиздин айткан сөзүңүздүн бардыгында ана жаттыгууларыңыз, ден соолук группасына да катышам, молчулукка да катышам, бизнестин жолунда. АБЛды да тыңдап угуп, мен сол жерден адамдардан көп ишеним алдым. Мен бул келечекте боло турган нерсеге толук көзүм жетти. Сонун үчүн мен бул АБЛды угам, сиздер менен бирге боламын. Э, Ошол, рахмат, ыраазымын сиздерге. Рахмет, біз де қатты разымыз, қатты қуантып тастадыңыз. Бір серпіліс беріп тастадыңыз. Тағы да осы жерде отырған басқа біздің интеллект тренерларымызға да сенімділігін ұлғайттыңыз. Сенімділігін ұлғайттыңыз. Адам өзіне сенсе, суперджамп тек қана әдет, жаңа әдеттер, привычка, новая привычка. Привычка вот богатых людей, состоятельных людей и больших людей, великих людей. Солардың әдеттерін ғана ғой, ойға сіңіру ғой. Соны әдеттерді жаттығу ретінде, система ретінде беріп жатыр. Өте оңай беріледі, Күлипа ханым. Өте Да, оңай, өте оңой. жеңіл беріледі. И тек қана жүректен жүрекке шынайы берсең болып жатыр да. Қаншама адамның өмірін өзгертіп жатырмыз. Өте қатты қуаныштымыз. Енді келесі сөзімізді осы жерде отырған, осы қуаныштың себепкері болған, басында болған біздің Жанакүл ханым сақ етіп күліп жүріп, тек қана күлімсіреп жүріп, үшінші рангты өзі қалай ашқанын да білмей қалды. Сөйтіп сенген жоқ, түсінген жоқ, іштен көп нәрін білген жоқ, бірақ әйтеуір күліп, басын изеп жүріп, сондай бір ерекшелігі бар. Жүзінен, езуінен күлкі кетпейді, үнемі күлімсіреп жүреді. Күлімсіреген адамның өмірін, ол ар жағы махаббатқа толы деген адам. Сол махаббатқа толы, қуанышқа толы, сіз ерекше жансыз, сізді біз өте қатты құрметтейміз, сыйлаймыз. Бір ауыз жүзіңізден езуіңіз бір кетпейді ау, сондай бәрін үйрету керек та бәрімізде. Қандай жағдай болса, жүзімізден езуімізден күлкі кетпей тұратын болса, біз бәріне жеңіп шығамыз. Сізге мен де қатты ризамын, өзімнің сол ризашылығымды білдіріп қоян, осы мүмкіндікті пайдаланып сізге сөз береміз. Ал кеттік. Қалай сіз солай сіңіліңіздің туысқандарды алып келу қиын да негізінде ше. Сенбейді да туысқандар. Мен өзім бесплатно алып келгем. Өзім төлеп алып келгем. Бесплатно деген сөз жоқ. Ана мен деген уже компанияның несіне не салуға болмайды ғой, зиян жасауға болмайды ғой. 20% болса да алсын деп, соларға өзім ақша төлегем. Соның өзінде келген жоқ. Сіз қалай мінекей Күлипаның жүрегін жандырып, тез алып келіп, мынандай дәрежеге жеткізіп, талай адамның сауабын алып, алғысын алып отырсыз. Сол құпияңызбен бөлісіңізші. Микрофон. Барым басылмау. Ура, Салтанат ханым, ризамын, сізге ризамын. Мендегі маға айтқан сөзіңізге осындай қуанып отырмын. Сізде да сондай сөздер бар, өзіңізге еселеп қайтардым. Бүгін өте қуанышты күн болып отырады. Барыңыздарға, Дара Данышпан, ханшайымдар, барыңыздардың бүгінгі құтты күніңіздермен құттықтаймын. Бүгін Күлипа ханымдың жақсылығына куә болып отырық, өте қуанып отырмын. Менің супержампқа не себептен келіп қалдым дегенде, мен сол үйде отношениені оңдайын, сондай мәселені шешейін деп келген едім. Сонда Жеңіскүл ханымға ризамын. Осы супержамптың 8 упражнениесін маған от души жеткізді. Сосын мен оны от души алдым. От души алып, жасап, 5-ші күні менде квантовый скачок болып кетті. Содан кейін бұл не деген чудо өзі деп, содан ары қарай кеттім. Сосын Салтанат ханымның сабағына кіріп қалып едім. Салтанат ханым айтты, сен күле береді екенсің, сол күліп жүріп тірлігіңіз дейші. Деді, жарайды онда дедім да, күліп жүре бердім. Өзімменен өзім байланса бердім. Сосын энергия деген енді ана жаққа кетті. Қаяққа кетіп қалды, жаңа ұшып жүрмін.
қалай айтарын білмеймін, айта берем адамдарға. Сөйтіп бір күн Гүлнар ханым айтты, Душа деген мультфильм көр деді. Соны жарайды деп Душа мультфильм көрсем, жылап жатырмын. Жылап, сөйтіп Күлпа ханымға звондадым. Сөйтіп көрсе бұл Күлпа ханым Душа туралы біледі екен, мен Душа деген не екенін білмеймін. Сонымен Душаны маған түсіндіріп берді. Сонымен жылап, сөйтіп трансформация солай болды. Содан кейін мен Күлпаға сол упражнениені айттым. Сосын бұл кісі жасап жүрді, бірақ мен тыңдамады. Сөйтіп мен сабырдың түбі сары алтын деп, сол сабырлықпен ақырын сөйтіп жайлап жүріп жеткіздім сол упражнениені. Соныменен осы Күлпа ханымға да рахмет, сол өзінің түсінігі болғандан кейін, өзінің әрекеті болғандан кейін, соны мені тыңдап, сол упражнениені алып, жасап, результатын өзі алып, содан кейін не айтсам барын тыңдап, сосын Анталия десе Анталияға барам дейді, барсаң жүр деп, соменен тез араның ішінде Анталияға фаундерді алып, екеуміз Анталиядан бірақ шықтық қой. Мен дуэтоға біз өзімізге разрешение бермейді екенбіз. Мен жаңағы шет өлкеге бару үшін көп ақша керек, анау деп жүрмін ғой со. Оказывается, бардық нәрсе легко и просто, если біз өзімізге разрешение беретін болсақ. Сондықтан мына өмір керемет екен. Если керемет деп күліп ойнап жүріп, керемет қылсақ болады екен. Мен соны айтқым келеді да. Ал енді бізде 80-90% адам қайғыра береді бір проблемаларды. Ал енді сен скачок болып алсаң, проблема жоқ, оны жасаған біз өзіміз. Сондықтан барыңыздардың көңіл бұрғаныңыздарға рахмет, барыңыздарды сыйлаймын, осы неден пайдаланып, осы наставниктеріме үлкен рахмет айтам, ризашылығымды айтам, осы Салтанат ханым, сізге да осындай, сіздің маған неңіз жағады, осы сөздеріңіз тақ-тақ, нақ-нақ, ана бетке айтасыз, соныңыз жағады, бірақ соған шыдаған өзіме рахмет айтып қояйын. Содан кейін Жеңіскүл ханымға ризамын. Жеңіскүл ханым осындай бір анандай адам, андай душасымен, менің жаңа мамамдай болып, сондай жақсы сөздерін айтып, мені солай тәрбиеледі. Содан кейін Гүлнар ханымға ризашылығым, ол Гүлнар ханым мен апкем ғой, мен ары бері шайқап алады. Сосын жарайды, енді апкемді тыңдаймын дейіп, вот сондай біз жас бала болып, сол жас баладай болып тыңдайтын болсақ, жаңа наставниктерімізді, біз өсеміз, өнігеміз. Әлі біздің жететін шыңдар көп әлі. Соған барыңыздарды шақырамын. Бары легко и просто. Қиыншылық қылған тек қана өзіміз. Керемет, мінеке, қандай керемет. Жүректен шыққан сөздер. Мына бізде сіздерге моменттен пайдаланып 5 минут фаундер таныстырып қояйын. Ура. Қош келдіңіз. Боласың деп болмай жатады ғой. Хорошо, жақсы. Әлі сізді тыңдайтын боламыз, қазір фаундер болсаңыз, келесі субботада, келесі сенбіде біз сізбен танысатын боламыз, жақсы. Өсіңіздер, жеңіздерге, жетістіктерге жетіңіздер. Ризамыз. Жанакүл ханым, енді мықты сөйледіңіз, мықты айттыңыз. Немене елдердің бәрі қайғыра береді екен. Күліп жүру келсең, бәрі өзі шешіледі екен деген сөзіңіз маған қатты ұнады да. Шетелге баруға бір көп ақша керек деп ойлап жүрсем, шын алсаң, барып кетіп қалғанда байқамай қалады екенсің да. Ешкімнің қалтасында миллиондап ақша тұрған жоқ негізінде. Бәрі дайын тұрған жоқ. Бірақ ниет қылып, осы болады десе болады, иә. Күлпа ханым да дәлелдеді оны, сіз де дәлелдедіңіз, Жеңіскүл ханым да дәлелдеді. Спокойно, ештеңе не қылмай, болды, мен шешім қабылдадым. Жаңа Анталияға барам, мен фаундерді алам, мен адамдардың жүрегін жандырам.
тек қана сабырлыққа алып келетін біздің жаттығуларымыздың бәрі міне осындай гармоничный болып жеңіл жүріп жеңіл жүріп өстіп бастарыңыздар, жолдарыңыз жеңіл болсын, айтқан сөздеріңіз осындай алтындай болып әр адамның жүрегіне тиетін болсын, әр адамның көңілін ашатын, санасын ашатын, өзіне деген сенімділігін арттыратындай осындай дәрежелеріңіз өсе берсін. Гүлнар біздің Жеңіскүл ханым, Жанагүл ханым, Күлипа ханым, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер мықты командасыздар, сіздердің аттарыңызды бүткіл әлем естіп жатыр қазір. Енді тек қана алға ранктарыңызды ашып, алғыстарыңызды алып, миллиард миллион долларларды рұқсат берсеңіздер, аяқтарыңызға орала берсін деген тілек айтқым келеді. Сондықтан бүгінгі біздің жаңағы құттықтау, марапаттау кездесуіміз әр сенбіде болатын осымен аяқталды. Бүгінгі жаңа Владимир Довгиннің школасына кім қатысты? Ой туралы, сөз туралы. Мен қатыстым, мен деген жолда жүріп келе жатсам да мен тыңдадым. Басқа ешкім көрген жоқ па не? Мен көрдім. Изат ханым көрді. Мынандай қатыстым. ой, мінеки Маржан ханым, бұл кісілер де мықты келеді. Ертең бұл кісілер де сөйлеп, алдарыңызға шығып, өздерінің жеткен жаңағы жетістіктерімен, жеңістерімен бөлісетін болады. Бұл кісілер де жаңадан біздің ортамызға қосылып жатыр. Рахмет сіздерге. Бүгін де ой туралы сөз айттым. Ой өзгермей, өмір өзгермейді. Ой орындалады. Соны сіздерге тағы басып айтқым келеді. Шынымен де әр ойымыз біздің энергия. Сол энергия арқылы біз өмірімізді жасаймыз. Не болса да бірінші оймен жасап қояйықшы. Ойымызды еркіндік берейікші. Біз ешкім бар ғой, күйеуімізде, баламызда, бауырымызда ешкім біздің миымызға кіріп, біздің ойымызды өзгерте алмайды. Біздің рұқсатынсыз. Ол біздің ғана тәуелді, біз ғана біздің құдіретіміз жетеді. Соны түсініңіздерші. Сондықтан да өздеріңіздің ойларыңызды өзгертіп, ішкі күштеріңізді, әр қайсыңыздың ішіңізде үлкен бір күштеріңіз бар. Өздеріңіздің бір таланттарыңыз бар. Сіздер қайталанбайтын бір тұлғасыз, әр қайсыңыз уникальный, неповторимый. Жоқ, екінші Күлипаны таппаймыз жер бетінен. Жоқ, екінші Жанагүлді таппаймыз. Жоқ, оның Құдай туған кезде берген бойында бір таланты бар, соның бриллианты бар деп айтамын. Сол бриллиантты ол жатыр, шаң басып неғып, соны шығарып жатыр, неге уже тазалап жатыр барлықтан сол ой арқылы. Сондықтан да бриллианттарыңызды шығарып, жұлдыз болыңыздар. Өздеріңізге граница, ограничение қоймаңыздаршы. Тежеу қоймаңыздаршы. Осы да жетеді, осы да болады. Ой, бір 5 миллион теңге болса да жетеді. Ой, осы жарайды. Әйтеуір осыған тәуба. Бізде қазақта бір мақал бар да, біреудің артынан қалма дейді да, алдына шықпа, ортасында жүр дейді. Сөйтіп бәріміз ортада қалып қаламыз. Орта деген, ортада жүріп среднийміз деп ойлаймыз, өзіміздің кедей болып кеткенімізді байқамай қаламыз. Сондықтан да кейбір біздің қазақтың мақалдары да дұрыс бағыт-бағдар бермейді. Тағы бір мақалдар бар, оны курста айтып беретін боламын. Сондықтан да өздеріңіз жаңа саналарыңызды қосып, өздеріңіз шешім қабылдап үйренетін болсаңыз, өз өміріңізге өзіңіз жауапкершілік қолға алатын болсаңыз, сіз нағыз чемпион. Қандай чемпион боласыздар? Бақыттың чемпионы боласыздар, байлықтың чемпионы боласыздар, қарым-қатынастың чемпионы боласыздар, мықты денсаулықтың чемпионы боласыздар. Я гарантирую. Сіздер ойларыңызды қадағалап үйренетін болсаңыздар, сезімдеріңізді бақылап, бағындырып үйренетін болсаңыздар. Ол үшін қайда келуіміз керек? Суперджамптың курсынан келіп өтуіміз керек. Сол жаттығуларды көруіміз керек. Осы ортада жүруіміз керек. Сол кезде сіздерде бақытта, байлықта бәрі де болады. Рахмет бүгін келгендеріңізге. Жүздеріңізден, езулеріңізден Жанагүл ханым сияқты күлкі кетпесін. Жүректеріңізден мейірім, махаббат кетпесін. Табалдырықтарыңыздан табыс кетпесін. Қайда жүрсеңіздер де, не істесеңіздер, жолдарыңыз ашық, ақ болсын. Мне всегда везет деген сөзді айта беріңіздер. Менің жолым болғыш деген бір лайфхак алып келдім. Менің жолым болғыш. Алла тағала менің жолым бәрін жасап қойған. Мені жақсы көреді, менің жолым бәрі болып тұрады деген сондай сөздерді айта берейік. Отбасыларыңызда бірлік, береке болсын, сыйластық болсын, махаббат болсын. Алғыс пен махаббатты біз осы жерде жаттықтырамыз. Келіңіздер, өздеріңіз көресіздер. Әлі көрмеген адамдар, өмірлеріңіз тәтті, әр күндеріңіз сәтті болсын. Ал ұшайық үлкен жеңістерімізге, жетістіктеріңізге. Рахмет, жақсы көңіл күй сыйларыңыздар. Бақытты, бай қуатты болыңыздар.